Барлықтарыңызға сәлем, жаңа жыл құтты болсын. 2026 жыл толы байлыққа, мүмкіндіктерге және бақытқа толы болсын деп тілеймін. Өзіме де, сіздерге де, және де жақындарымыз, бауырларымыз аман болсын, деніміз сау болсын. 26 жылдың алғашқы видеосын мен осындай распаковкамен бастағым келіп отыр. Осындай форматта видеоны біраз болды түсіргім келіп жүргеніне, и біраз уақыт алды осы видео. Себебі заттарды заказ беремін, олардың келгенін күтемін, барлығын бірге келіп, бірақ ашу керек. Өте ұзақ уақыт алады екен. Еще арасына ашық қойған заттарымыз бар. Артымда тұрған гирлянда. Егер де біз қалған заттарды күтетін болсақ, біраз уақыт кететін білдік, жаңа жыл бітетін білдік. Потом жарайды деп аша бердік. Оннан оны берем, өйткені өзіме қатты ұнады. Прям цветі да жылы болды, андай суық түсте болған жоқ. Сосын качествосы ұнады, и енді барлық гирляндада бар деп ойлаймын. Осында пульті бар өзінің кішкентай кішігірім пульті бар. Ыңғайлы, басып қоясың, өшіп тастайсың, қосып қоясың. Сол жағынан ыңғайлы болды. Келесі бізде мишура заказ бердік. Мишура тоже ілініп тұр үйде. Оны енді Асылханның идеясы болды. Мишура заказ берейік деп, тұзын жарайды заказ бердік. Оның енді бір 7-сін береді шығар екен. Качествосы күшті деп айтамын. Енді бағасына сай келеді, нормально. Келесі үшінші менің берген заказым үстімде тұрған киім. Үстімде берген ұмытып тұрмын. Қазір көп спроста болып жүрген болғандықтан өзіме алып көрген қалай болады екен деп көрдім. Енді качествосы, бағасы қатты қымбат болған жоқ. Сол үшін алып көрген, бағасына сай качествосы қатты күшті деп айта алмаймын. И мен 2 размер үлкендерден, білмеймін почему-то 2 размер, бірақ бұл маған тура келіп тұр. Чуть-чуть қана үлкен немесем тура келіп тұр, так что размері қатты дұрыс киімден оннан 8-ін беремін. Ал енді қыздар ашылмаған распаковкаларды ашып бастайық. Ал қыздар осындай заказдар келді. Көбісін ашылғандары міне, ашылмағандары мына мініп тұр. Қазір сіздермен бірге ашатын боламыз. Кеттік. Камераны бір қарап келдім. Вроде нормально. Ары қарай түсіре берейін. Ал енді распаковканы ашайық. Қыздар білесіздер ма, мен на видеоны қасында адам жоқ, ешкім жоқ. Қызым ұйықтап жатыр, қазір тұрады уже мен дауысымнан. Тұра берсін. Уже ояуда жатқан шығар. Неге қиын болып тұр да, мен бір кадрды осы уақытқа дейін кадрды 10 шақты рет түсірген шығармын. Так что еңбегімді бағалап, лайк басып кетсеңіздер, комментарий жазып тіркеліп кетсеңіздер, вообще күшті болады, қуанып қалатын едім. Енді явно бұл видеоны мен Instagram арқылы, ссылка арқылы жіберемін. Оның ең басында мен таныстарым, жақындарым көреді. Так что көріп тұрып, қолдап кеткендеріңізді қалаймын. Давайте кішкентайдан бастайық. Бүкіл заказ менде Каспидан берілді. Так, мен есіме түсті. Бұл майка. Майка заказ берген. Енді қыздар киіп көрсетпейді шығармын, суретін ғана қойып шығам, потому что енді слишком ашық. Пока үйтіп ашық кетіндей мен демеспін, енді качествосы нормально. Андай рубашканың ішінен жаңағыдай джинсымен алдан ашып қоюға, жаңағыдай рубашка киген кезде ішінен киюге заказ берген ғой. Бұл майкаларымның состояниесі уже бес болып баратыр. Так что вроде нормально келетін сияқты. Келесі менде қызыма заказ берген. Мына мынандай крабиттер басына тағатын. Ашпай қой, не? Өте жақсы, әдемі. Осында 2 түріне заказ бердім. Біреу бантик, біреуі çok күшті. Енді кейде тағады, кейде тақпайды, қазір үйретіп жатырмын. Қыз болғаннан кейін шетел әдемі нелерді тағып қойғым келеді. Шашын өріп дегендей. Сол үшін шашы уже ақырындап өсіп жатыр. Өсіпті ғой негізі. Вообще күшті өруге келетін болып жатыр да. Мен алдым. Мен бұл видеоны 2026 жылы саламын, январда. Бірақ мен бұны декабрьде, желтоқсанда түсіріп тастаған болатынмын. Сондықтан монтаждауға уақыт ертең арнайы күні бар. Біттірім ғой ертең. 26 жылы ғана монтаждалатыны. Сондықтан сіздерге нетіп жатырмын. Желтоқсандағы распаковкаларымды ашып жатырмын. Міне.
мынау қызыма заказ бергем. Жаңа жылға алғанбыз. Жаңа жылда садикте бұның еще қанаты бар. Мынада. Еще несі бар, палочкасы бар айтса. Мұны арқасына тағып қояды. Сосын осындай несі бар. Бұны бөлек заказ бердік. Оказывается, оның ішінде өзінде осындай ободогы бар еді. Мынадай ободок тақпайтын болғандықтан ауырады ғой еще. Мынау жақсы ма? Или мынау жақсы ма дегенде ғой. Мынау жақсы емес. Конечно, мынау жақсы ғой. Енді өзінің таяғы бар екен. Неге именно осындайды заказ бердік? Потому что садикте кімдер ата-аналар жарты қыз шырша, жарты қыз ханшайым не дейді? Снежная королева болайын деп жатты да. Біздің қыз снежная королева болатын болған. Типа келтіріп көбелек алатын болдық. Білмеймін неге көбелек алатын болған. Көбелек алдық білмеймін екен. Міне осындай көбелек заказ бердік. Вроде нормально, качествосы бәрі жақсы. Бірақ жылтырлағы жылтырлар түседі екен бірақ. Алдым ба, жылтыр болып кетті. Бізде осындай посылка, осындай пакет. Ішінде Рерика салып жіберіпті. Мелочь, но приятно. Как раз керек нама. Сосын не дейді? Спасибо за покупку дейді. Спасибо. Мен біліп тұрмын мынау не екенін. Бұл үйге не алғам? Үйге киетін двойка алдым. Міне шортыға. Міне шорт. Алдым мынандай. Шып. И үсті мынандай. Тоже суретін қойып кетем. Осылай. Как раз менің цветім. Осындай түсті таңдағам. Өзі келет. Размер стандарт. Енді оларға бал беріп жатқан жоқпын, потому что енді ашып жатырмын ғой. Аналарға уже бал беріп қойдым. Так, қыздар, енді бұл менің соңғы заказым берген. Ашып көрейік бірге. Не бердім екен? Ұмытып қалдым мен уже. Вроде көп берген жоқпын. Заказ. Уже ұмытып қалдым. Біраз уақыт өткеннен кейін уже ұмытып қалады екенсің не берген. Қыздар, мен есіме түсті не заказ бергенім. Бірақ мен бұны көрсете алмаймын. Бұлай суретін қоя салайын. Бүйтіп көрсете салайын ба? Енді киіп атқан жоқпын ғой мен. Короче, суретін қойдым. Бұны мен екінші рет заказ беріп жатырмын. Өйткені маған ұнады бұл. Бұл біріншісінде мен қызыл түсін заказ бергем. Мынау менде екінші түсі қара. Өзіме ұнады. Качествосы бәрі күшті бұның. Күшті. Видеода қызым екеумізге заказ алыппыз заттарды. Апасыныкін өзі ол сразу ашып тастайды, өзі алды. Так что соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де маған тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.